Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер. Бүгінгі сабақ мақсаты: осы сабақта сіздер көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді шығаруды, оған кері есептер құрастыруды және оларды шығаруды үйренесіздер. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын көбейту мен бөлудің компоненттерін еске түсірейік. Қанеки, көбейтудің компоненттерін атайықшы. Ал бөлудің компоненттері қандай? Жарайсыздар. Енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 1 наурыз сынып жұмысы. Қазір берілген көбейту, бөлу, қосу және азайту амалының компоненттерін дәптерге жазып алайық. Және де осы 4 амалдың компоненттерін есте сақтап, жаттап жүрейік. Енді оқулығымыздың 64-ші бетін ашып, номер 1 тапсырмаға назар аударайық. Әжем немерелеріне арнап көрпешелер тікті. Ол күніне 4 көрпешеден тігіп, 6 күнде бітірді. Әжем неше көрпеше тікті? Есепті шығару үшін ең алдымен қысқаша берілгенін жазайық. 1 күнде әже 4 көрпе тікті. 6 күнде неше көрпе тіккенін табу керекпіз. Бұл жерде белгісіз шама 6 күнде тігілген көрпешелердің саны. Бұл белгісіз. Ал енді есептің шешуіне назар аударайық. 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24 екенін таптық. Яғни балалар, 1 күнде әжей 4 көрпе тіккен болса, 6 күнде 24 көрпе тіккен болады. Жауабы 6 күнде әже 24 көрпе тікті. Енді балалар, есептің сызба моделіне қарайық. Бұнда есепте 6 күнде әже қанша көрпе тіккенін табу керек болды. Есептің сұрағы сол. Ол үшін кесінді сызамыз. Кесіндіні 6 бөлікке, 6 күнге бөлеміз. Әрбір бөлігінде 4 көрпешеден тікті. Сонда осы әр күнде 4 көрпешеден тіксе, неше күнде қайталанды? Дұрыс, 6 күнде қайталанды. Яғни 4-ті 6-ға көбейту арқылы әже 6 күнде қанша көрпе тіккенін таптық. Дәл осы сияқты номер 2 және номер 3 есептерді шығарайық. Есептің қысқаша берілген шартын жазып, шешуін және жауабын жазуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай сәйкесінше номер 1, номер 2, номер 3 есептердегі есептің сызба модельдерін дәптерлеріңізге сызып алыңыздар. Балалар, бұл есептер өзара кері есептер деп аталады. Номер 4 есепті өзіміз шығарамыз. 3 себеттің әрбіреуінде 8 орам жіп бар. Себеттерде барлығы неше орам жіп бар? Осы есепке кері есеп құрастырып, оны да шығарасыздар. Яғни номер 4 тапсырмада сіздерде 2 есеп шығару керексіздер. Келесі тапсырма: теңдеулерді шеш. 2 теңдеу берілген, құрылымы күрделі теңдеулер. Балалар, теңдеулерді дұрыстап шығарып, маған жіберуді ұмытпаңыздар. Үй жұмысы. Номер 6, номер 7 тапсырма, 65 бет.